Париж сәні келіскен сәулет өнері өркен жайған және сән әлеміндегі сылқымдардың бағын жаққан қала. Өнер мен мәдениеттен де мақрұм қалмай Европа көшін бастап тұр. Танымал тұлғалардың танылуына себепкер қаланың қазақтарды жатырқамасына мысал болсын. Әйгілі өлкені әнімен таңғалдырған тума талант Әміренің әуезді үні. Мінсіз мүсінмен Кристиан Диордың музасына айналған. Әкесі қазақ Аллы Ильчун 20 ғасырдың бірінші жартысында жаһанды мойындатқан. Сондықтан 18 мың ғаламның байрақты бәсекесінде бәсіміз басым. Сонымен сайысқа кімдер қатысады? 6-шы мәрте тура 100 жылдық тұсында Франция 32 спорт түрінен тұратын тартысқа 329 медаль жиынтығын сарапқа салмақшы. 10 мыңнан аса адамның бабы мен бағы таразыға түсетін 4 жылдықтың 20-шы жылғы Токиодан ел қоржын алтынсыз қайтқанын ескерсек, жанкүйерлердің жүлдеге қатысты болжамы бұлыңғыр. Оған қоса Азия ойындарынан үздік ондыққа айналмаған соң Париж олимпиадасы ел спортшылар үшін үлкен сынақ болмақ. Өткен жылы спортқа бюджеттен 330 миллиард теңге бөлген Қазақстан қыруар қаржының нәтижесін олимпиадада алтынмен көрсетуге тырысады. Бірақ селкем сенім спортқа теріс әсер етеді. Күнге беттегі қауымның әдебиетпен қоса мәдениетке де қосар үлесі орасан. Алашты оятып оққа ұшқан ұлы зиялылары заманынан зардап шеккен атомның отаны болса да, дарабоздар мекені додаларда даңқты дәрежеге жетіп жүр. Алысқа бармайық, Ұлыбританиядағы 2012 жылғы жаздан 7 жеңістің бірін Рыпаковы сыйлаған еді. Шығыстың шынары бағы жанған күні бағы өкілдеріне берген сұхбатынан үзінді болсыншы. На первый вопрос, естественно, одна вот такая у меня тоже есть мечта, чтобы легкая атлетика поднялась в Казахстане на очень высокий уровень. Я думаю, что да, это будет как бы примером для наших молодых спортсменов. И все, что будет от меня зависеть, я, в общем, сделаю свой вклад, чтобы как можно больше талантливых детей занималась спортом, легкой атлетикой. Ол 15 жылын жеңіл атлетикаға арнады. Тізімнің алдын кеңестік кезеңнен 21-ші олимпиадада чемпион атанған Борис Александров. Хоккейші бастаған жолды Риодан қола қанжылаған ауыр атлет Данис Уланов жалғап келеді. Санаулы күннен соң Мыржықпаев бастаған министрлік ел назарын ілініп, сын мен сапасын алады. Жауапты қызметіне жүктелгеніне жылға жуықтаған шенеунік пен жүлдеге үміттілер үміті ақталады деген үміттеміз.